Жаңа жылдық сыйлыққа екінші қызыма осындай Хоконың наушнигін сатып алдым. Бағасы қанша теңге және қай жерден сатып алғандығымды видеоның соңында айтамын, сондықтан да видеоны соңына дейін жібере алмай қараңыз. Мына unpacking чек. Қызымыз екеумізден тыныш қалған. Так, мына жерде зарядкасы болу керек. Наушник кәдімгідей салмағы бар, кішігірім енді. Мынау қосу кнопкасы, қосу батырмасы, мынау дауыс шығару батырмасы болу керек. Так, мына жерден зарядтайсыз, және мына жерде компьютерға пайдалансаңыз болады. Мына жерде мына қосылу қосылмағандығын осы жерден біле аласыз. Өте әдемі цвет деп ойлаймын. Бұның жасыл түсі болды, қара түсі болды және осындай сұр түсі. Мына жерден мына тоже ұзарта аласыз. Мынау алдыңғы барафонға қарағанда көбірек ұзарады екен, қараңыздар. Күшті екен. Мына жерден тағы да ұзарады. Күшті екен. Қосып көрейік. Так. Басамыз. Басайық. Басылды. Қазір наушниктен тауып көрейік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай Хоко деп табылды. Connected дейді, подключено. Қазір тексереміз дауысын. Ал Хоко наушнигі міне сырт көзден дәл осылай тұрады. Енді меніңше бір қатты ыңғайлы тұрады деп айта алмаймын құлаққа. Біріншіден міне қалыңдығы мынандай өте, қалай айтсам болады, қалың. И грубо көрінеді. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Ал үйдегі кішкентай қыздарыңызға, болмаса балаларыңызға аламыз десеңіз, әрине өзінің бағасына әбден тұрарлық наушник деп санаймын. Себебі дауысы да өте керемет және ешқандай проблемасыз емін-еркін кез келген телефон немесе компьютерге қосылады. Мен өзім бірнеше рет тексеріп көрдім. Егер де дауысын барынша шығаратын болсаңыз, қасыңыздағы адамға сіздің не тыңдап жатқаныңыз естілуі әбден мүмкін, себебі бұнда қатты ондай шумоподавление жоқ. Ал бұл наушникті мен бар болғаны 8900 теңгеге Marvinнан сатып алдым. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, міндетті түрде пікіріңізді жаза кетіңіз.